Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 3-ші тоқсандағы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу тақырыбы бойынша БЖБ-ның 3-ші нұсқа есептерін қарастыратын боламыз. Әдеттегідей видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Сонымен 3-ші нұсқада келесідей 4 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмаға келетін болсақ, b-ның қандай мәнінде 2х азайту 14 тең 20 және 3х қосу 3b тең 60 теңдеулері мәндес болады делінген. Мәндес теңдеу дегеніміз екі берілген теңдеудің мәндері, яғни x-тің мәндері тең болып шығатын теңдеулерді айтамыз. Қазір бізде екінші теңдеуде x-ті таба алмаймыз, өйткені бұл жерде екі белгісіз айнымал бар, x және b деген. Ал бірінші теңдеуге келетін болсақ, бұл жерде x-тің мәнін табуға болады, себебі бұл жерде бір ғана белгісіз айнымалы. Олай болса, осы теңдеуді шығарайық. 2х азайту 14 тең 20. 2х теңдіктің сол жағында қалады. 20-ны жазамыз. Минус 14-ті теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. Таңбасы өзгеріп келеді, яғни плюс 14 болады. Сонда 2х ол тең 20-ға 14-ті қоссақ 34. Х-ті табу үшін 34-ті бөлеміз 2-ге. Сонда х-тің мәні 17-ге тең болады. Енді осы х-тің мәнін екінші теңдеудегі х-тің орнына қоямыз. Яғни 3 көбейту х-тің орнына 17-ні қоямыз. Қосу 3b ол тең 60-қа. 3-ті 17-ге көбейтетін болсақ, 51 қосу 3b тең 60. 3b-ны теңдіктің сол жағында қалтырамыз, ал 51-ді 60-тың қасына қарай ауыстырамыз, және оның таңбасы минус болып барады. Сонда 3b ол тең 60-тан 51-ді азайтсақ 9, b-ны табу үшін 9-ды бөлеміз 3-ге. Сонда b-ның мәні 3-ке тең болады. b 3-ке тең болған кезде пайда болған теңдеулер мәндес болады. Осы теңдеулерді жазып өтейік, яғни 2х азайту 14 тең 20 деген теңдеу, және екінші теңдеуіміз 3х қосу b-ның орнына енді 3-ті қоямыз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9 тең 60 деген осы екі теңдеу бір-біріне мәндес болады екен. Келесі теңдеуді шешіңіз. Бірінші жақшаларды ашып алайық. 5-ті 2х-ке көбейтсек 10х, 5-ті 3-ке көбейтетін болсақ плюс 15, минус 4-ті х-ке көбейтсек минус 4х, минус 4-ті плюс 1-ге көбейтсек минус 4, ол тең 35-ке. х бар сандарды бір жаққа, х жоқ сандарды екінші жаққа жинақтайық. 10х-тен 4х-ті азайтатын болсақ 6х қалады теңдіктің сол жағында, ал теңдіктің оң жағына жинақтайық. 35, мына плюс 15 минус 15 болып ауысады. Минус 4 плюс 4 болып таңбасы қарама-қарсыға өзгереді. Сонда 6х тең 35-тен 15-ті азайтсақ 20, 20-ға 4-ті қоссақ 24-ке тең. Сонда х ол тең 24 бөлу 6, және х-тің жауабы 4-ке тең болады. Келесі үшінші есеп, модульмен берілген мына теңдеулерді шешуге арналған. Модулі бар теңдеулерді шешетін кезде модульдің ішіндегі өрнекті екі түрлі жағдайда қарастырамыз. Біріншісі, х қосу 6, бұл модульдің ішінде тұрған өрнек, оны 0-ден үлкен деп аламыз. Және екінші жағдай, осы х қосу 6-ны модульдің ішінде тұрған өрнекті 0-ден кіші деп аламыз. Егер де 0-ден үлкен деп алатын болсақ, ол сан бізде өзгермейді, яғни модульді тек жақша түрінде алып шығара береміз. 2 көбейту жақшаның ішінде х қосу 6 тең 30-ға. Енді жақшаны ашатын болсақ, 2х қосу 2-ні 6-ға көбейтсек 12 тең 30. 2х тең, енді 12-ні 30-дың қасына ауыстырамыз, сонда ол 30 азайту 12 болады. 2х ол тең 30-дан 12-ні азайтсақ 18. Енді х-ті табу үшін 18-ді бөлеміз 2-ге. Сонда х-тің бірінші жауабы 18-декке бөлсек 9-ға тең болады. Енді екінші жағдайды қарастырамыз, яғни х қосу 6 модульдің ішінде тұрған өрнекті 0-ден кіші деп аламыз. 0-ден кіші болатын болса, ол минус арқылы жазылады, және минусты 2-ның алдына жазып жібереміз. Минус 2 көбейту х қосу 6 тең 30 болады. Енді жақшаны ашайық. Минус 2-ні х-ке көбейтсек минус 2х болады. Минус 2-ні плюс 6-ға көбейтсек минус 12 тең 30-ға. Минус 2х теңдіктің сол жағында қалады, ал минус 12-ні 30-дың қасына ауыстырамыз, және оның таңбасы өзгереді қарама-қарсыға. Минус 2х тең 30-ға 12-ні қоссақ 42. Х-ті табу үшін
42-ні бөлеміз минус 2-ге. Сонда x 2-нің жауабы 42-ні минус 2-ге бөлетін болсақ, минус 21 шығады. Келесі б нұсқасында да модульмен берілген, олай болса бұл жерде де екі нұсқада қарастырамыз. Біріншісі, модульдің ішінде тұрған өрнек, яғни 4x азайту 7-ні 0-ден үлкен деп аламыз. Және екінші жағдайда осы 4x азайту 7 өрнегін 0-ден кіші деп аламыз. 0-ден үлкен болатын болса, таңбасы өзгермейді. Олай болса 4x азайту 7 қосу 6 тең минус 11 болады. Енді мына сандардың барлығын теңдіктің оң жағына қарай ауыстыратын болсақ, 4x ол тең минус 11, мына минус 7 плюс 7 болып келеді, плюс 6 минус 6 болып ауысады. Сонда 4x ол тең минус 11-ге 7-ні қосатын болсақ, минус 4, минус 4 минус 6 ол минус 10-ға тең. X табу үшін минус 10-ды бөлеміз 4-ке, сонда бірінші x-тің жауабы минус 2,5 болады. Енді екінші жағдайда 4x азайту 7-ні 0-ден кіші деп аламыз, яғни мына өрнекті жақшаға алып, оның алдына минус жазамыз. Минус жақшаның ішінде 4x азайту 7 қосу 6 тең минус 11-ге болады. Мына жақшаны ашайық, жақшаның сыртында минус тұр, олай болса жақшаның ішіндегі таңбалар қарама-қарсы ауысады. Минус 4x, минус 7 ол плюс 7 болады, плюс 6 тең минус 11. Минус 4x, 7-ге 6-ны қоссақ, плюс 13, ол тең минус 11-ге. Минус 4x-ті теңдіктің сол жағында қалтырамыз, ал плюс 13-ті минус 11-дің қасына қарай ауыстырамыз, және оның таңбасы минус болып барады. Сонда минус 4x ол тең минус 11 минус 13 дегеніміз минус 24. X табу үшін минус 24-ті бөлеміз минус 4-ке. Теріс сан мен теріс сан бөлінген кезде оң сан шығады. Сонда x-тің екінші жауабы 24-ті 4-ке бөлсек 6-ға тең болады екен. Келесі төртінші есеп теңдеу құру арқылы шығарыңыз делінген. Катер өзен ағысымен жүзіп 4 сағатта қандай қашықтыққа барса, ағысқа қарсы жүзіп 5 сағатта сондай қашықтыққа барады. Өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат, катер неше километр қашықтыққа жүзді дейді. Олай болса қарастырайық. Катер міне мына нүктеден шыққан болсын. Және ол өзен ағысымен 4 сағат жүзген. Өзен ағысының бағытын былайынан көрсетейік. Және мына жерге келді делік. Ағыспен жүрген Т1 деп алатын болсақ, ол 4 сағат жүзген. Және осы жерге S1 ара қашықтық жүреді. Бірақ S1-дің неше екені әлі бізге белгісіз. Қандай қашықтыққа барса, ағысқа қарсы жүзіп 5 сағатта сондай қашықтыққа барады дейді. Яғни ағысқа қарсы жүзгені Т2 деп алайық. Ол 5 сағат екен. Және бұл кезде де дәл осы S1 қанша ара қашықтық жүрсе, S2 де соған тең. Өйткені міне катер бірінші былай қарай жүрді, мына нүктеге келді, және одан кері қайтты да мына бастапқы нүктеге келді деген сөз. Бірақ екеуіне екі түрлі уақыт жұмсап тұр. Біреуіне 4 сағат, біреуіне 5 сағат. Енді осы жерде бізде өзен ағысының жылдамдығы бар. Өзен деп қояйын. Ол 3 км сағатқа тең. Енді бізге осы ара қашықтықты табу керек деп тұр, бірақ бұл жерде біз енді катердің жылдамдығы да бізге белгісіз, сондықтан катердің жылдамдығын x км сағат деп алайық. Себебі өзеннің ағысымен жүрген кезде катердің жылдамдығына біз өзеннің ағысының жылдамдығын қосамыз. Ал егер де өзен ағысына қарсы жүретін болса, онда катердің жылдамдығынан керісінше өзеннің ағысының жылдамдығын азайтамыз. Өйткені ағыс бізге керісінше кедергі жасайды. Енді осы жерде өзен ағысымен жүрген кездегі жылдамдық пен өзен ағысына қарсы жүрген жылдамдықтарды жазып алайық. Олай болса, V1 дегеніміз ол тең. Біз айттық, катердің жылдамдығына өзен ағысының жылдамдығын қосамыз дедік. Катердің жылдамдығын біз x деп алып отырмыз. X қосу 3 км сағат болады жылдамдығы. Ал катер өзен ағысына қарсы жүрген кезде V2 жылдамдық, ол катердің жылдамдығынан осы өзеннің ағысының жылдамдығын алып тастаймыз. X азайту 3 км сағат болады екен. Енді осы екі мәліметтен бізге уақыт белгілі, жылдамдықты өрнектеп алдық. Біз мына ара қашықтықты табамыз да, оларды бір-біріне теңестіру арқылы теңдеу құрастырамыз. Және осы жерде ең бірінші S-ті, яғни ара қашықтықты табу формуласын жазып алайық. Ол үшін
жылдамдықты көбейтуіміз керек уақытқа. Сонымен бірінші арақашықтықты жазатын болсақ, v-ны t-ға көбейтуіміз керек. Яғни бірінші жылдамдықты x қосу 3-ті көбейтеміз бірінші t-ға, яғни бірінші уақытқа, ол 4. Және оны теңестіреміз S2-ге. S2-нің өзін табу үшін екінші жылдамдықты, яғни x азайту 3-ті көбейтеміз, міне t деп тұрмыз, екінші уақытқа, ол 5-ке тең. Мінекей бізде теңдеу пайда болды, осы теңдеуді шешейік. Жақшаның сыртындағы санды жақшаның ішіндегі өрнектері көбейтеміз, яғни 4x-ке көбейтсек 4x, 4-ті 3-ке көбейтсек плюс 12 тең 5-ті x-ке көбейтсек 5x және 5-ті минус 3-ке көбейтсек минус 15. Енді x бар сандарды бір жаққа, x жоқ сандарды екінші жаққа жинақтаймыз. Олай болса 4x, мына 5x сол жаққа ауысқан кезде минус 5x болып келеді. Ол тең минус 15-ті бірінші жазып аламыз. Одан кейін барып мына плюс 12-ні ауыстырамыз, ол минус 12 болып ауысады. Сонда 4x азайту 5x дегеніміз минус x, ол тең минус 15 минус 12, ол минус 27-ге тең. Осы жерден x табатын болсақ, мына жерде минус 1 бар деп түсінеміз ғой. Сонда минус 27-ні бөлеміз минус 1-ге. Сонда x-тің мәні 27-ге тең болады. Қазір біз 27 дегеніміз, біз x деп катердің жылдамдығын алған болатынбыз. Катердің жылдамдығын таптық. Бірақ бізде есепте катер неше километр қашықтыққа жүзді деп тұр. Яғни мына S-ті сұрап тұр. Осы S-ті табуымыз керек. S-ті табу үшін екеуі де бір-біріне тең ғой, сондықтан бірінші мәлімет арқылы таба салсақ болады. Яғни S тең, жаңа айттық, V көбейту T дедік. Бірінші жылдамдықты бірінші уақытқа көбейтсек жеткілікті. Және x-тің орнына мына мәнді қоямыз. Сонда 27 қосу 3 бұл жылдамдық. Өйткені міне x-тің орнына мәнін қойдық. Оны көбейтеміз уақытқа. Уақыт 4-ке тең. Көбейтеміз 4-ке. 27-ге 3-ті қоссақ 30. 30-ды көбейтеміз 4-ке. Сонда 120 километр арақашықтықты жүрген екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.